Бәріңе сәлем. Мен бүгін сіздерге Расвет Мертвецов атты фильмнің қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Жайғасып отырған болсаң, біз бастаймыз. Арнаға жазылды, ұмыт кетпе. Анна Милуоки қалашығының ауруханасында медбике болып жұмыс істейді. Ол дәрігерге түнде барда төбелес кезінде қолын тістетіп, ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген науқастың рентген қағазын әкеліп көрсетеді. Аннаның жұмыс уақыты 1 сағат бұрын біткен болатын. Сол себепті кезекші медбикеге аурулар жайлы анықтаманы тапсырып, көлігіне отырып, үйіне қайтады. Көліктің ішінде радиодан адамдардың бірін-бірі тістеп неше түрлі бассыздық болып жатқаны жайлы айтады. Бірақ та жұмыстан қатты шаршап шыққан Анна радионы өшіріп тастайды. Үйде оны күйеуі Луис күтіп алады. Екеуі алдағы демалыс күнін бірге жоспарлап жатып ұйықтап кетеді. Луис бөлмеге кіре беріс есіктің шиқылдаған даусынан оянып кетеді. Қараса, қан-қан болған киіммен көршінің қызы тұр екен. Сасқалақтап қалған Луис қыздың қасына келіп, әйеліне тез арада жедел жәрдем шақыр деп айтып тұрғанда, қыз оны тамақ жағындағы күретамырдан тістеп жұлып алады. Анна қызды коридорға қарай лақтырып жібереді. Бірақ қыз жыртқыш аңша қайта шабуылдай бергенде, Анна бөлменің есігін жауып үлгереді. Анна күйеуіне көмектескісі келіп барын салғанымен көп қан жоғалтқан ол өліп қалады. Бірер минуттардан кейін күйеуі тіріліп кетіп, Аннаға шабуылдайды. Ол жуынатын бөлмеге кіріп, есігін құлыптап үлгереді және сол жердегі терезе арқылы далаға шығып кетеді. Айналада хаос орнағанын көреді. Үйлер өртеніп, адамдардың бірін-бірі өлтіріп жатқанын көрген Анна көлігіне отырады. Осы кезде оның күйеуі үйден атып шығып, машинаның алдыңғы әйнегін қолмен ұрып сындыра бастайды. Дер кезінде жүріп үлгерген Анна күйеуін капоттан ұшырып жіберіп, біраз жүріп барып, не болып жатқанын білу үшін тоқтайды. Осы сәтте бір ер адам оның машинасын тартып алмақшы болып рөлге таласады. Газды басып қалып, қатты жылдамдықпен рөлге ие бола алмай, жолдан шығып ағашқа барып соғылады. Көзін ашысымен өзіне қару кезеніп тұрған Кеннет есімді полицейді көреді. Қыздың ауру жұқтырмағанына көзі жеткен полицей оған көмектеседі. Екеуі бірге қауіпсіз жер іздеуге кіріседі және жолай Майкл, аяғы ауыр Люда және Андрея деген кісілерді кездестіреді. Олар барлық қалада ауру болып жатқандығын және бірігіп қана аман қалуға мүмкіндігінің көптігін айтады. Полицей олардың айтқанына келісіп, бірге сауда үйіне барып, сол жерде тығылу дұрыстығын айтады. Олар кіре беріс-есіктің құлпын бұзып жатқанда, оларды зомбилар байқап қалып шабуылдай бастайды. Бірақ та олар дер кезінде ішке кіріп кетіп, есікті жауады. Бірақ олар бұл жерде жалғыз емес еді. Іштегі бір-екі зомби Майкл мен Кеннетқа шабуылдайды. Бірақ олар зомбиді өлтіріп үлгереді. Шабуыл кезінде байқаусызда бір зомби Люданы тістеп үлгереді. Олар қауіпсіз этаж іздеп лифтпен жоғары көтеріледі және ол жерден Терри, Си-Джей және Барт есімді күзетшілерді жолықтырады. Күзетшілер оларға қаруларын тапсырып қана кіруге рұқсат береді. Содан кейін барлығы бірге телевизордан жаңалық қарайды. Жаңалықтарда белгісіз вирустың таралғанын, ал ол вирусты жұқтырғандарды тек қана басынан оқ ату арқылы өлтіруге болатындығы жайлы айтады. Майкл Си-Джейға қол қусырып отырмай, сауда үйін түгелдей тексеріп, бар зомбилардың көзін жойып шығады. Ал қалғандары осы сәтте төбеге шығып, бояу қолдану арқылы сос белгісін жазады. Төбеде көрінген тікұшақ оларға мән бермей ұшып кетеді. Түнде Си-Джей күзетшілерден басқасының барлығын бір бөлмеге қамап қояды. Таңертең Терри бақылау камераларынан өздеріне қарай келе жатқан фургонды көреді. Жас жігіт қанша көмектескісі келгенмен, Си-Джей мен Барт қарсы болады. Сол себепті ол басқалармен бірігіп, оларды тұтқындап, қамап тастайды. Майкл мен Андер сыртқа шығып, зомбилердің назарын бұру үшін оларға қарай оқ ата бастайды. Фургонның ішінен Моника, Глен, Николь және Фрэнк есімді адамдар құтқарылып шығарылады. Глен барлық вирустан қорғайтын орталықтарда орын жоқтығын айтады. Кеннет Форт-Постерде орналасқан құтқару орталығында қалған ағасына бармақшы болады. Бірақ Глен ол жерде зомбилар басып алғандығын айтады. Ұнжырғасы түскен Кеннет ғимараттың төбесіне шығады. Ол төбеде тұрып, көршілес қару-жарақ сататын дүкеннің үстінде көмек сұрап шақырып тұрған Энди есімді кісіні байқайды. Осы сәтте Анна жарақаттанған әйелге қолынан келгенше көмектеседі, бірақ ол қайтыс болады. Арада бірер минут өткеннен кейін ол зомбиға айналып тіріліп, олардың өзіне шабуылдайды. Анна сәті түскенде үшкір темірді оның басына сұғып өлтіреді. Ол барлығын жинап, ауру тек тістеу арқылы жұғатындығын айтады. Олар Фрэнктің әкесін зомби тістегенін
білетін және оны өлтірмекші. Кеннет оны өзімен бірге бір бөлмеге қамап, оның зомбиға айналуын күтеді. Ол отырған қалпы зомбиға айнала бастағанда, Кеннет дәлдеп тұрып басынан атып жібереді. Андре Люданы да зомби тістегенін біліп, оны басқалардан бөлек бір бөлмеге апарып күтім жасайды. Осылай күндер өтіп жатады. Әркім өз қалаған ісімен айналысып, уақыт өткізуде. Бір күні ғимаратқа жарық өшіп қалады. Қосымша генераторды қосу үшін еркектер подвалға түседі. Ол жерде оларға зомбилар шабуылдап, олар Барттан айырылып қалады. Осы сәтте Люданың да толғағы келіп жатқан болатын. Андре оны кез келген сәтте зомбиге айналатындығын біліп, қол-аяғын төсекке таңып тастайды. Ол туыт үстінде қайтыс болады. Бірақ та бірер уақыттан кейін зомби қалпында оянады. Жігіт қолынан келгеннің бәрін жасап, оны босандырады. Осы сәтте бөлмеге Норма кіреді. Ол зомбиді көре салысымен бірден атып тастайды. Осы сәтте оны Андрей да атады. Бірақ та Норма оны да атып үлгереді. Мылтық даусына келген басқалары шүберекте оралған баланың бетін ашып қалғанда, оның да зомби екенін көріп, шошып қалады. Анна өз-өзін қолға алып, баланы атып тастайды. Енді барлығы бірге жиналып, не істейтіндігі жайлы ақылдасады. Стив өзінің жағажайда тұрған яхтасы барлығын және оған отырып басқа адам жоқ аралға кетіп, еркін өмір сүруге болатындығын айтады. Барлығы оның ойын қолдап, жолға шығу үшін автобустарды дайындай бастайды. Осы кезде Энди оларға өзінде тамақ біткендігін айтады. Кеннет көп ойланбастан өздері тауып алған Чипс атты итті Эндриге тамақ апару үшін жібермекші. Өйткені зомбилар жануарларға тиіспейтін еді. Жоспар сәтті іске асады. Энди ит арқылы тамақ алғандығын рация арқылы айтады және өзін байқаусызда зомби тістеп алғандығын да айтады. Бұл сөзді ести сала, Николь фургонға отырып итін құтқармақшы болып кетеді. Себебі оның осы иттен басқа ешкімі жоқ еді. Рация арқылы зомбиға айналған Энди Никольді өлтіруге тырысқандығын және қыз шкафта тығылып отырғандығын естиді. Кеннет және тағы 2-3 адам канализация шахтасы арқылы Николь тығылып отырған қару сататын дүкенге келеді. Олар қызды құтқарады және өздерімен бірге біраз қару ала кетеді. Таккер қайтар жолда байқамай шұңғырға құлап аяғын сындырып алады. Ол соңғы демі қалғанша зомбиларды атады және соңынан Сиджиге өзін өлтіруді тапсырады. Барлық асығыс автобусқа отырып, зомбиға толы жолға шығады. Жолда бір автобус аударылып қалады. Сол автобустың ішінде отырған Глен бензопилаға ие бола алмай, Моникамен өзін өлтіреді. Стив те зомбиға айналады және Анна оны атып, яхтаның кілтін алып үлгереді. Мылтықтың даусына қалың зомби келеді және Майклдың қолын тістеп үлгереді. Айлаққа жетісімен зомбиларды өзі ұстап тұрмақшы болып Сиджи қалады және соңында өзін жарып өлтіреді. Барлығы яхтаға мініп болғаннан кейін Майкл басқаларына өзінің қолын көрсетіп, бәрімен қоштасқаннан кейін жағалауда қалып қояды. Яхта біраз алыстағаннан кейін ол өзін басынан атып өлтіреді. Қайықта тек Анна, Кеннет, Николь, Дерри және ит қана қалады. Олар ашық теңізде 2-3 күн жүзеді және азық-түліктері де бітеді. Қырсыққанда яхтаның моторы да істен шығады. Сол себепті де олар ең жақын аралға баруға шешім қабылдайды. Аралға жетісімен өздері ұзақ күткен қауіпсіздікке жеттік деп ойлайды. Бірақ та ол жерде толы зомби еді және барлығы сол жерде өледі. Достар, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің қысқаша кино шолуым ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдау білдіріп кет. Келесі видеода кездескенше.